Абай лебі, абай үні, абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге қосылып, жаңғырып жаңа өріс алып тұр. Адамзаттың абай деп артына аманат етіп қалдырған ұлағаттарды әлем халықтарына ортақ екендігін баса айтқан болатын. Ақынымыз деп қабірін халқы жиі зиярат етер. Халық пенен абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар. Деуі бүгінгі таңда нағыз шындыққа айналып отыр. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көргендікпен адамзаттың абайы деп артына аманат етіп қалдырған ұлағаттары әлем халықтарына ортақ екендігін баса айтқан болатын. Абай жастардың бойындағы кеселді, кемшіліктерді, ассыздық пен ұятсыздықты, дөрекі надандықты тәрбие және білім беру арқылы жоюған деді. Ақын ол үшін қазақ балаларын оқытатын мектептерді көптеп салуды жақтады. Атап айтқанда ол былай деп айтты: балаларды ата-аналарынан алып мектепке беру керек. Олардың біразын мамандықтың бір түрін, біразын басқа мамандықтарды игеруге бағыттау керек. Мектептерді көбейту қажет. Оларды тіпті қыздар да оқитын болсын. Ұлы ақын өз шығармаларында халықты ғылым мен белсене айналысуға үндеді. Әркімді өзінің өткен әр күніне міндетті түрде есеп беріп отыруға, келер ұрпақты парасаттылыққа шақырды. Абайдың пікірінше, адам болу үшін оның бойынан үш түрлі фактор табылуы тиіс. Біріншіден, баланың шыққан тегі жақсы болу керек. Екіншіден, оның әлеуметтік жағдайы немесе қоршаған ортасы жағымды болу шарт. Үшіншіден, балаға адамгершілік тұрғысында тәрбие берілуі қажет. Абай парақор билеушілерді, ашкөз судьяларды, надан молдаларды әшкерелеп отырды. Халықтың игілігіне жету жолындағы бұл қырсықты ғылым мен білім арқылы ғана жоюға болады деп есептеді. Ол жастарға үздіксіз еңбек етіп, білім алуды міндет етіп қойды. Білім алуға жұмылған еңбек әрқашанда жемісті және ізгілікті болатынын қадап айтты. Қараңғылықтан шығар, елді өркениетке жеткізер жалғыз жол оқу білім екенін көзге қарақты жастарға түсіндірді.